Hi there! Бүгінгі сабақта ең көп қолданылатын 10 фразалық етістікпен бөлісемін. Let's get started. Phrasal verbs дегеніміз не? Ағылшын тіліндегі phrasal verbs, яғни фразалық етістіктер, етістікпен prepositionнан құралады. Ал prepositions олар up, down, in, on, out және тағы да басқа. Мысалы, get етістігі өзі жеке тұрып алу деп аударылса, оған up деген preposition қосылса, тұру деген мағынаны білдіреді. Демек, get up фразалық етістігі тұру деп аударылады. Preposition қосылса, мағынасы өзгереді. Wake up фразалық етістігі ояну деген мағынаны білдіреді. Мысалы, I always wake up at 6:30 and then I get up at 6:40. Мен әрқашан 6:30-да оянамын, сосын 6-дан 40 кеткенде тұрамын. Осы бір сөйлемнен wake up пен get up фразалық етістіктерінің айырмашылығын білуге болады. Look for іздеу. Мысалы, I'm looking for my keys. Мен кілттерімді іздеп жатырмын. Look етістігіне ing жалғанып, дәл қазіргі шақты білдіріп тұр. Ал look after қарау, қамқор болу. Мысалы, my mother looks after the baby. Менің анам бөбеге қамқор болады. Look етістігіне s жалғанған, себебі осы шақта үшінші жақта he, she, it есімдіктерінің етістіктеріне s жалғанады. Break down бұзылу. Мысалы, the car broke down on the way to the office. Офиске барар жолда көлік бұзылып қалды. Break етістігінің өткен шақтағы формасы. Give up әдетті тоқтату, бас тарту. He gave up smoking 2 years ago. Ол темекі тартуды 2 жыл бұрын қойды. Give етістігінің өткен шақтағы түрі. Slow down ақырындау. Мысалы, don't drive so quickly, slow down. Тым жылдам айдамаңыз, баяулатыңыз. Hurry up, тездету. We are late, hurry up. Біз кешігіп жатырмыз, тездет. Turn on, қосу. Мысалы, I want to turn on the television. Мен теледидарды қосқым келіп тұр. Turn off. Turn on фразалық етістігіне қарама-қарсы етістік. Өшіру. The heating turns off automatically at night. Түнде жылу автоматты түрде өшеді. Run away. Қашып кету. The thief ran away and jumped into a car. Ұры қашып кетіп, көлікке секіріп мінді. Run етістігінің өткен шақтағы формасы. Міне, осы фразалық етістіктерді жазып, жаттап алып, міндетті түрде қолданыңыздар. Келесі сабақта кездескенше. Бай-бай!